Tohumды salmaz қазақ атқа қалың, ер жігіт ат үстінде оу бапталатын. Қарттары жақсы болса көш бастаған, өшпейтін артында із ат қалатын. Батасы қабыл болса қарияның, еңбегі ер жігіттің ақталатын. Ассалаумағалейкум сәлем бердің, көш бастап келіп жатқан ақсақалым ғой. Төріңнен қариясы табылған күн, қарт келді деп сәлемге қағылған күн. Ассалаумағалейкум қарттарымыз, бишешеңнен айнымас нағыз бәрін. Қош келдің шу бойына қадам аттап, ассалаумағалейкум абыздарым ғой. Ақбадалы қарттарын іздегесін, қартына жас ұрпағы қызмет етсін. Сіздердей көшбастайтын қарттарым бар, қараймыз тарихымен ізгедесін. Қарттарым аман болсын көш бастаған, қартаймай қариялар жүзге келсін ғой. Қарттарым аман болсын артылғалы, қарт аманда жастардың жарқын жаны. Ақ батасын ақтарып қарттар келіп, ниеті жақсылардың сарқылмады. Батасы қабыл болып қарияның, ұрпағың өсіп өнсін артындағы. Жаңа жарған жастардай қауызында, той боп жатыр шу бойы ауылында. Көрермен аман бұсын осыңды отқан, ағайын тума бауыр қауымыңа. Ақ тілегін қарттарға бата берер, сөбелі сөздер салсын ауызына. Бүгін Жамбыл облысы әкімдігінің қолдауымен, облыстық ардагерлер кеңесінің ұйымдастыруымен, ұлттық салт дәстүрмен батаның тәрбиелік мәнін насихаттау мақсатында ұйымдастырылып отырған ұлағаты мол, аузының дауысы бар батагөй қариялардың батаменен ел көгерер атты батагөйлердің облыстық байқауына қош келдіңіздер. Қазақ руханиятында адал ниет, ізгі тілек білдірудегі ұлттық дәстүр саналатын батаның алар орны ерекше. Жауменен жер көгерер, батаменен ел көгерер дейді бабаларымыз. Ақ батаның құдіретті күшін, сауапты ісін бағалай білген данагөй жұртымыз өзінің даму, жетілу жолында оны жоғары тәрбиелік маңызы үлкен әлеуметтік деңгейге көтерді. Бетке ұстар шамшырақ ретінде пайдаланылды. Олай болса, құттықтау сөз облыстық ардагерлер кеңесінің төрағасы Еркінбек Бейсенбекұлы Солдыбаев атамызға және де Шу ауданының әкімі Бақытжан Оразалыұлы Жәрмеевке беріледі. Осы 3-4 жыл болды, осы батагөйлердің байқауын өткізудеміз. Енді мынау жері жаннат, жұрты жомарт, киелі, қазыналы шу жеріне, шу өңіріне келіп отырмыз. Олардың басты байлығы, бұл ауданның басты байлығы адамдары, оның ардагерлері, жастары, мінекей. Олардың енді бұл ауданда ынтымағы жарасқан, ауызбіршілігі бар, осында іргелі ерсіздер, іргесі бекемделген, төңірегі түгел, сондай бұрыннан келатқан атағы шыққан үлкен аудан. Мынау облысымыздағы осы Тараз қаласынан кейінгі Қордай мен Шу ауданы ең үлкен аудандарға жататын осы екі аудан. Сондықтан да біз өте қуаныштымыз. Енді кейбір жағдайлар болды, көктемде су тасқыны, басқалар. Әйтпесе бұл жазда өткізілетін еді, бірақ ештен кеш жақсы дегендей мінекей өткізіп отырмыз. Мынау халықтың келуде жақсы, ынтасы жақсы ғой деп отырмыз. Енді бүгін Бақытжан ағай, бүгін біздің облыстың батагөйлерінің барлығы осы Шу ауданының халқына өзінің баталарын төгеді. Құда қаласа сол батаменен, сіздер батаменен ел көгерер дейді ғой, жаңа айтып жатыр жігіттер енді. Осы ел көгеріп,
үлкен биіктен көрінетін болсын. Әлеуметтік экономикалық дамуы шарықтап, елдің әл-ауқаты артып, жақсылыққа келеле беріңіздер ағайындар. Шу ауданын жері байды, елі бай дейді. Бұл елдің бұрыннан келатқан дәстүрлі, сондай жері бай ел. Сондықтан да біз ойлаймыз Шу ауданы республика көлемінде үлкен аудан, сондықтан да алдын қатарға шығады деп. Енді бата туралы әрине Сарыбек Махметғали басқарған Айдылғазы бар. Ол кісілердің ережесін, жағдайын бәрін айтады. Ол мен тәпсірмен айтпай қояйын енді. Бата деген нәрсе енді жаңа жүргізушілер айтып жатыр. Бір үлкен мәні бар, тәрбиелік маңызы зор. Біздің рухани қазынамыз қазақ халқының дәстүрлі ата-бабамыздан жатқан өнер, осыны сақтап, жастарға үйретуіміз керек. Жастар оны қабыл алу керек. Бұдан кейін бізден кейінгі өсіп жатқан біздің болашағымыз, келешегіміз жастар. Сондықтан да осындай салт дәстүрді ұмытуға еш уақытта болмайды. Бата деген біздің әр үйде деді бататын дәстүр. Әр үйде, әр шаңырақта. Сондықтан да шулықтарға мен бата дарысын сіздерге. Құт береке болсын біздің елімізге, осы ауданға. Дендеріңіз сау, бастарыңыз аман болсын. Қадірменді ағайын, ақсақалдар, ақжаулықты аналар, біздің бүгінгі іс-шарамызға біз біріншіден ақсақалдар, ардагерлер алқасына бәріңізге алғысымызды шексіз екенін білдіргіміз келеді. Басымызды иеміз, рахметімізді айтамыз. Біздің Шу өңіріне кеп, осы жаулауларыңызды қадап, осы жерде облыстық барлық ауданның өкілдері қатысып, үлкен жаңағы ақсақалдар айтып отқандай біздің өмірімізге осы баталардың бәрі дари берсін, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Үлкен мәні бар батагөйлердің байқауы, келіп отқан жастарды осы жерге шақырған себебіміз де сол. Ертең осылар осыны сіңдіріп, бойларына сіңдіріп, осы тарихи сәттерден осыны өздерінің бойына сіңдіргеннен кейін ертеңгі жалғастыру дүниесінде бір сабақтастық болу керек деген дүниеде үлкен рахметімізді айтамыз. Бәрлеріңізге сәттілік тілейміз. Қарттары бар ел, қазыналы ел демекші. Ұрпақтарын ізгілікке жетелеп, ақ батасымен әр шаңырақта шуаққа, жақсылыққа бөлейтін қариялар біздің асыл қазынамыз. Даналықтың дариясы, абыз, асыл жандар болып саналады. Бүгінгі байқауымызға өңіріміздің 11 аймағында өткен іріктеу сайыстарының жүлделі орындарына ие болған 11 үміткер қатысқалы отыр. Ауылында қарияң болса жазылып қойған хатпен теңдеген. Халқымыздың дана сөзі, қарттарымыздың ақыл парасаты, қазынамен тең екендігін дәлелі болса керек. Ал осы ақсақалдардың дуалы аузынан шыққан маржан сөздің мәйегі, ұлтымыздың ұлық дәстүр ғұрпы, абзал ақсақалдың ақ тілегімен адал ниеті болып саналады. Қазақ халқы үшін өте қасиетті, киелі ұғым. Олай болса қарияларымызға сәттілік тілей отыра, батагөй аталарымызды қошеметтен сахна төріне шақыруға рұқсат етіңіздер. Таңдап алған реттік номері 4-ші қошемет қойыңыздар. Аудандық мәслихатының аудан әкімінің құрмет грамотасымен марапатталған 10-ші номеріне қошемет қойыңыздар. Ерке ауданы 6-ші номеріне қошемет қойыңыздар. Кең шарада моторист, темір ұстасы, дизель отынның аппаратурасын жөндеуші жұмыстарын атқарған. Реттік саны 11. Халқымыздың бата сөздің анасы, атаңнан бата балаға мәңгі құт. Байлық берсін, дендеріңізге саулық берсін, ынтымақ бірлік берсін, зарқымас сыйластық берсін. Талаптарға сай бақ берсін, ақылдарға сай тақ берсін, пейілдерге сай нәсіп берсін, қабілеттерге сай кәсіп берсін. Жақсылардың мейірін берсін, жомарттардың пейілін берсін, бай тіректей бірлі болыңдар, пайғамбардан нұрлы болың, осы берің ақ тілем қалбыз тауын. Мынау қатысушы үміткерлерге жеңіс тілеймін. Бата рухани қазына. Қанша ғасыр қазақ елі болдық, сонша ғасыр бата қазақ елімен қатар келе жатыр. Бата толып өркендеп келе жатыр. Жалпы енді бата қазақ халқының алғыс айтатын, тілек білдіретін, өсиет айтатын негізгі халықтық құралы болып есептеледі.
Енді бата көп жылдан бері әрине халықтың арасында жүр, бірақ тұңғыш рет 1905 жылы Орынбор қаласында осы қазақ ауыз әдебиетіне байланысты, қазақ фольклорына байланысты тұңғыш еңбек шыққан бата сөз деген. Мінекей сол тұңғыш еңбекте батаның тарихы, батаның табиғаты, батаның мәдениеті, оның түрлері, оның ерекшеліктері жан-жақты көрсетілген. Бұл жерде бір жақсы сөз бар, батаны кім береді деген. Бүгін біз енді мынау 11 батагөйлеріміз артымызда тұр ғой, бұлардың бәрі енді Тараз қаласында, біздің 10 ауданда сыйлы азаматтар, сыйлы ақсақалдар, халық сыйлайтын, жастар қадірлейтін тұлғалар. Атадан мирас салты бар, бабадан текті қалпы бар, бейбіт күн жүзген көгінде, көлінде қалқып айтынар, ер көңіл жайсан қалқы бар, баукеңдей батыр даңқы бар, жер жұмаға жуалдан сәлем алып келдім. Армысыздар айтыңыздар. Енді менің қолымда тесіктің 6-шы билеті түсіпті. 6-шыда жас жұбайларға бата дейді. Егерде рамкадан шығып баратсам, кешіріңіздер, мен бір-екі батадан айтамын. Өйткені екеуінде бір рамкаға сыйдырып айтамын. Жас жұбайларға бата дейді. Ал бісмілда, қос аққудай қарағым, құтты болсын қадамың, ай мен күндей нұры бол, ата менен ананың, ашық болсын аспаның, ұзақ болсын жастарың, бір жастықта қартайсын екеуіңнің бастарың, аман боп елің отаның, маздап жансын ошағың, Алла қолдап шуғыңмен мәңгі бірге жасағын, ұзақ болсын өмірің, шаттыққа толсын көңілің, жадырап жайнап өсіңдер, сенсердей болсын сенім. Аумин. Баршаңызға бақыт тілеймін халқым. Мына қиын қыстау күндері иінді төмен салмай, кеудені жоғары көтеретін күш қайрат, мұғалмаған жігер, жақсы табыстан тілеймін. Бәрі бір күнгідей болмайды. Сондықтан ертегі ағарып атып келатқан таңнан жақсылық күте халқым. Бата деген рухани гауһар тас. Бата қазақтың темір қазығы. Бата мәдениет,
бата әдебиет, бата өсиет, бата қасиет менен, бата менен ел көгерет, жаңбыр менен жер көртіп, бұрынғы ата бабаларымыз айтып келген дәстүр сөздері. Ал дастарханың кең болсын, төрт құлаң тең болсын, бата бердім, бақ тіледім, ақ дастархан басына, судай тасып дәулетің, еш жаманшылық болмасын, аман болсын, жанбасын, көбейе берсін, мал басын, қыдырдан болсын, жолдасың, Тәңірім сіздерді қолдасын, бақ дәулет берсін басыңа, ғұмыр берсін жасыңа, бәле жала жүншеден жоламасын қасыңа, иманның байлығын берсін, құт берекенің бәрі келсін, аспанның ашық жұлдызы жарық болсын, абыройың асқар таудай болсын, Құдайым оңдасын, қыдырдан болсын, жолдасың, малың менен басыңа еш жаманшылық болмасын. Мәдинада хан Мұхаммед, Түркістанда Төле би, Атайгілі Дана би, өзің қолдығын көңілін көлдей болып, дәулетің асып бақыт болсын басыңа. Құдайым нәсіп ет, ниеткесең әзірет, осы берген батамды бір Алла өзің қабілет. Алла бойларыңызға қуат, жүзіңізге шуақ, бірліктеріңізді, тірліктерін бір атқан адал ашуларыңызды түлгөдесін, мол нәсібе кетпес, бақ-дәулет берсін. Бүгінгі отан жиынымыз құтты болсын, бүгінгі жұма намазымыз қабыл болсын, барлықтарыңызға отбасыларыңыз аман болсын, өмір жастарыңыз ұзақ болсын, Алланың нұры жаусын, рахым Алладан, шапағат пайғамбардан жетсін, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, Алладан ниетлесеңіздер, тілектеріңіздің барлығы қабыл болсын. 7 нөмірлі Мойынқұм ауданы Абу Шакиров Жолдасбек атамызды ортаға шақырамыз. Ассалаумағалейкум. Базарлы және ажарлы шу тұрғындары. Құрметті қонақтар, Әділғазы алқасы. Мен жер аумағы Жамбыл облысында кең, асты толған кең, елдері шырайлы, мақсат аймақтары айқын. Мойынқұм ауданының адамдарына сіздерге сәлем алып бердім. Құдайым оңласын, еш жамандық болмасын. Мына болып атқан бата жарысын, жылда тапсын, жалғасын, аумин. Маған 3 сұрақ бар. Біріншісі тұсаукесер. Тұсаукесер деген өте қазақтың бір ең бірінші баланың тәй-тәй басқан қадам көретін сондай бір тамаша үлкен мереке тойы. Оған берген батам менің былай. Құтты болсын тәй-тәй басқан қадамың, қуанышы бол әке бауыр анаңның. Сүрінбей алғаш басқан жерлерден тең басып екі бірдей табаның. Екінші сұрақ Санақ шешенің батасыдай білмеймін. Оны кейінгі қалдырап, өздеріңіз айтасыздар. Жігіт түйе. Жігіт түйе деген ана сүті деген болады, әке күші деген болады. Сол келген кезде жігіт жаңағы анасына суымызды аттаңыз деп, әкесіне жақсы сөз болыңыз деп, жігіт сол түйе қара малды сыйлайды. Осы мені жігіт түйе деп атайды. Бата біздің халқымыз үшін аса қасиетті ұғым. Бата дегеніміз ол ой, ниет, тілек, істің жиынтығы, күллі сенімнің бірлігі. Дүние танымыздың ұлттық бір жүйесі осы бата. Бабадан асқан сөз болмас, әз болмас, батадан асқан сөз болмас деп түйіндеген біздің халық. Сондықтан да ардақты ағайын, біздің әрбіріміз үшін хақ бата теңдессіз асыл сөз. Күйеу аяқ деген не? Күйеу аяқ деген үйленген жігіттің қайын енесі күйеу жігіттің үйіне, яғни құдасының үйіне келген кезде күйеу баласы қайын енесін үйіне дейін шығарып салатын ырым. Үйіне барғаннан кейін қайнатасы шама шарқына қарай ат мінгізуі мүмкін, бір сойыс беру мүмкін, болмаса сауын сиырып беру мүмкін. Мына осыны күйеу аяқ дейді. Бұл әрине жалпы мағынасы күйеу бала мен қайнатасының, қайненесінің сол ауылменен сол екі арадағы қарым қатынасты нығайтудың бір белгісі деп түсінемін.
Мерке ауданынан келіп отырған Мәудөлетов Бауыржан ақсақалымыз ортаға шығады. Бірінші сұрақ Наурыз батасы. Ұлыстың ұлы күні Наурыз құтты болсын. Төрт түлік ақты болсын. Бәле-жала жерген қайда жүрсе алдарыңызда жарқыраған жол болсын. Тыныштық баршамызға заман болсын. Табиғат таусылмай ризық беріп, тартулы дастарханға тағам болсын. Абырой амандығың арта берсін. Бақ дәулет мал жаныңды қоса берсін. Ер жетіп балаларың өсіп өніп, жарқырай шамшырақ жана берсін. Қауіптен ел жұртымыз аман болсын. Қызықты еңбекшілер көре берсін. Көп қылып үйіңе балла берсін. Балаңа таудай талап сана берсін. Ер жетіп ұрпақтарың аман болып. Құрып берсем құл болма, шығып берсем шыл болма. Бәрінен де қарағым, баяны жоғыл болма деген екен. Одан кейін жаңа бала қайтадан кішкене жылағаннан кейін қыз тумас деген әжесін шақырып алып, әй, әке шебер балаға тағы бір бата берейін деген екен. Алатаудың қыраны көп еді, қырағы болсын құлыным, қойнауы суға мол еді, бұлағы болсын құлыным, ата тілегі он еді, шырағы болсын құлыным, бұл жер батырлардың төрі еді, сынары болсын құлыным деген екен. Аумин. Жиналған көп ағайын қуанышты ниетті, мен бір бата берейін, көтеріңдер білекті, асып-тасып несібен Алла берсін тілекті. Бүгінгі мына сүндет той, ата-анаға міндет қой, сүндеттелген ұлыңыз азамат болды бір деп қой. Қызығын соның көріңдер, өнеге жақсы беріңдер, білімді болсын жақсы оқып, тұлға болсын елімдер. Кеңге құлаш сермесін, биіктерге өрлесін, азамат болып тұлғалы елі үшін терлесін. Шуақты болып өмірі жаманшылық көрмесін. Құдай құлым дегейсің, пайғамбар үмбетім дегейсің, шадиярлар достым дегейсің. Шайтанның шәрінен сақта, патшаның кәрінен сақта, күліп келіп күңіренгеннен сақта. Басына Құдай бақ берсін, адалынан берсін, ақ берсін. Атаға кетіп алашқа астын алтын тақ берсін. Күнде қыдыр келе берсін, ырыс нерсібесін үйіп төгіп бере берсін. Аумин Алла. Қорытынды бағаларын шығару үшін сахнадан шығарып салуға рұқсат етіңіздер. Әділ қазылар алқасы ақылдасып өз шешімдерін шығарғанша сіздердің назарларыңызға шу аудандық мәдениет үйі әншілерінің концерттік бағдарламасын ұсынуға рұқсат етіңіздер. Біздің бірге қатысушыларымыз тақпақ сияқты зұлдатып айтып қойды. Ондай болмайды ғой. Бата берген кезде батаның ішіне тоқтап, батаның кейбір жерлеріне қатырақ акцент жасау керек, халық оған назарын аударту керек дегендей сондай мәселе болмады. Одан бөлек енді жаңағыдай ғұлама ғалымдардың, ғұлама тұлғалардың, қазақ халқының ұлы перзенттердің батасын айтқан кезде ол олардың бермеген батасын үйден дайындап келген кейбір баталарды беріп жіберген жағдайлар болды. Солардың бәрін біз енді ескердік. Жалпы келешекте осындай бәйгеге дайындалған кезде үшін жауапкершілікпен қарау керек ойлаймын. Енді нәтиже былай болып тұр, қазір енді екінші кезеңге 3 адам өту керек. Келесі кісілер өтіп отыр. Қуандықов Ерболат, Жамбыл ауданы, Халықов Аманғазы, Байзақ ауданы және Адилов Құдайберген, Тараз қаласы. Ұлтымыздың ұлы құндылықтарының бірі бата беру дәстүрін дәріптеу мақсатында облыстық ардагерлер кеңесі ұйымдастырған батаменен елге көрер байқауында зейінді қария номинациясы бойынша Байдалиев Дәулетжан атамыз марапатталады. Көрермен көзайымы номинациясымен Тойшыманов Әділхан атамыз марапатталады. Абу Шакиров Жолдасбек марапатталады. Алжанов Шәріпбек атамыз марапатталады. Бұл Мойынқұл ауданынан және Шу ауданынан. Ең жақсымыз бізде Ерболат Жамбыл ауданынан. Солай ма? Әмеді? Шу ауданынан, солай ғой? Жамбыл ауданынан. 61-ші жылғы. Қарап отырсаңыздар, енді ең үлкен қариямызбен ең жас ардагеріміздің арасында 18 жыл болып тұр ғой.
қария номинациясы бойынша Таукенов Нысанбай атамыз марапатталады. Дарынды қария номинациясы бойынша Әбдіматов Жайсанбек атамыз марапатталады. Номинациясы бойынша Сырлыбаев Оңлахан марапатталады. Қария номинациясы бойынша Байдәулетов Бауыржан атамыз марапатталады. Барша 8 номинация бойынша жеңген аталарымызды төменге қарай орындарыңызға жайғасуға шақырамыз. Келіңіздер. Қатырып қолдап қошемет ұрып қойыңыздар. Біздің қазалы қарияларымыз 8 ақсақалымызды орынға жайғасуға сұрамамыз. 3 тақырыптар және өздері қосып неғұрлым көп бата беріп жарысады. Ең көп бата берген үміткер жеңімпаз болып танылады. Кезекті реттік номер бойынша бастайды боламыз. Қазір аталарға тақырыптарымызды таратып берейік. Ырыздық берсін сізге, береке болсын үйде, тыныштық болсын түзде, ақ көңілің әуелеп, жемістерің әуелеп, кең өріс шалқауыр көлді бол. Бала шағаң өсіп, байлық болып нәсіп, жайылған бір қауым елді бол. Жақсыларымен иық теңестіріп, жамандарға шалдырмайтын белді бол. Аумин. Жастарға бата, жаңа айтында қайта берейін бұл еді? Жоқ өткізейін ба? Жастар өмірлі болсын. Жастар өмірлі болсын, тұрмысы көңілді болсын. Ата-анаға мейірлі болсын. Ағайын туысқа пейілді болсын. Он саусағы майысқан шебер болсын. Білімге, өнеге зейінді болсын. Елін қорғайтын батыр болсын, шындықты айтар ақын болсын. Халқым деген жүрегі болсын, жұртының қамқор тірегі болсын. Ел алдында ерлесін, жаманшылық көрмесін. Аумин. 3-ші бата, асқа бата. Бата бердің асына, береке берсін басына. Жасаған ем жар болып, жақсылығын әпкесін. Осында отырған кәріменен жасына, бақыт құсы айналып, өзі қонсын қасына. Үйіңнің төріне қызратам кеп жатсын. Атағың мен атыңды Алатаудан асыра. Дастарханың қайысқан асты болсын. Алашағың жасысқан басты болсын. Дәулетін тасып тұрсын, дұшпанын жасып тұрсын. Кең пейіл адал етін, шулықтар әрдайым жолдарын ашық қылсын. Көтер ағайын білекті, жастар мен айтайын білекті. Жайнай берсін өмірлерің, гүлге толсын көңілдерің. Аман болсын бастарың, ағарса да жастарың, жүзден аса берсін жастарың. Наурыз батасы. Кең байтақ дархан жеріме, наурыз келді еліме. Бата берді ел сыйлап, шығарып отыр төріне. Мен бір бата берейін, ақ бейілмен беріле. Аталарымыз ұлыслан болсын, ақ мол болсын. Малдарыңыз төлдей берсін, талаптарың өрлей берсін. Аталарымыз азанды болсын, аналарымыз қазанды болсын. Келіндеріміз келісті болсын, қыздарымыз өрісті болсын. Ұлдарымыз білекті болсын, жаудан қайтпас жүректі болсын. Бергеніне берекет, абырой мен қанағат, күллі бәледен аман ет. Құрметті аталар, азаймасын азаның, ақ жаулықты аналар, ортаймасын қазаның. Келіндер тусын 15-тен, баланың көріп базарын. 15-20 жылдан соң, Қытайдан астың қазағым, әумин Алла. Құрды табыстаушы сахна төріне шоудан әкімінің орынбасары Найман Кенжеханұлы Сұлтанбаев ағамызды ортаға шақырамыз. Болашаққа бағдар рухани жаңғыру және ұлы даланың жеті қыры бағдарламаларға орай халық даналығы, дала фольклоры, ұлтымыздың ұлы құндылықтарының бірі бата беру дәстүрін дәріптеу мақсатында облыстық ардагерлер кеңесі ұйымдастырған батаменен елге көрер байқауының 3-ші дәрежелі дипломмен Қуандықов Ерболат атамыз марапатталады. Қуандық мырзаның
Дәрежелі диплом иесі Ерболат атамызды құттықтаймыз, шын жүректен бір қол соғып қойсаңыздар болады екен. Табыстау үшін ортаға Жамбыл облыстық билер алқасының төрағасы Оңласын Қарабайұлы Езілкеев атамызды шақырамыз. Дәл осы тақырыпта батаменен елге көрер байқауында екінші дәрежелі дипломмен Халықов Аманғазы атамыз марапатталады. Жүлделі бірінші орынды тапсыру үшін сахнаға облыстық ардагерлер кеңесінің төрағасы Солдыбаев Еркінбек Бейсенбек ұлын ортаға шақырамыз. Батаменен елге көрер байқауының бірінші дәрежелі дипломмен Әбілев Құдайберді атамыз марапатталады. Ақшалай 300 мың көлемінде сертификат. Аманат партиясының аудандық филиалы, Шу ауданы әкімдігінің ішкі саясат бөлімі, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі, білім бөлімі, Төле Би ауылдық округі, ауылдық округтер ардагерлер кеңесінің төрағаларына және қалалық жастар ресурстық орталығына алғысымызды білдіреміз. Осымен байқауымыз өз мәресіне жетті. Тәуелсіздігіміз тұғырлы, егемендігіміз еңселі болсын. Ұрпағына ұлылығын ұялатып, бір қауымға бас көз болатын, бата беру дәстүрінің қадір қасиетін арттыратын ардагерлеріміз аман болсын. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Бүгінгі батакөйлердің сайысына қатысқаныма дән ризамын. Өткенде Таразда болғанда айтқам, барлық қатысқан әріптеске сәттілік тілеймін. Бірақ мен өз көйлегім, өз денеме жақын деп жеңісті өзіме тілеген болатын. Сондай оймен бүгінде келдім. Бүгін мені бас жүлдені жеңіп алып отырмын. Сондықтан қуаныш кеудемді кернеп тұр. Құдай қаласа, өмір бере қалса, Астанадағы да батакөй жарысына қатысуға ниетім бар. Рахмет сізге. Облыстың батакөйлер байқауы барлық аудандарда өтіп, бүгін мәресіне жетті. Мәресіне облыстық байқау Шу ауданында өтіп шықты. Жақсы ұйымдастырылған, барлық ауданнан өкілдері келді. Бұрынғыдай емес, мінекей биылғы жылы 4-ші жыл өткізіліп отыр. Облыстық батакөйлер байқауы тыңғылықты дайындалған, киімдері жақсы. Сондықтан да бұның енді бұл бізге рухани үлкен азық деп есептейміз. Қазақ халқының батакөйлердің байқауы, бата беру әдісі бұл тәрбиелік маңызы бар. Рухани біздің үлкен азығымыз болып табылады. Сондықтан да бұны біз кейінгі ұрпаққа, біздің ұрпағымыз оны аман есен жеткізіп, оны дамыта беруіміз керек. Ол жылдан жылға бұның мазмұны байып жатыр. Жақсы сөздер айтылып жатыр. Ол енді біздің енді негізінен халқымыздың әл-ауқатының жақсаруына, халқымыздың бірлігіне, ынтымағына батаның барлығы арналған сондай сөздер айтылды. Құдай қаласа, енді облысымыздың, өңіріміздің халқы әл-ауқаты жақсарсын, жақсы болсын, соны тілейміз біз. Рахмет.